Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын кекстардың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті заттардың барлығын алдын ала өлшеп дайындап аламыз. Ең алдымен сары майымызға қантты қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осылай біркелкі масса пайда болғаннан кейін үстіне жұмыртқаны қосып, тағы да араластырамыз. Қыздар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты салып, осылай 2 немесе 3 бөлікке бөліп араластырып шығамыз. Мен ұнды 3 бөлікке бөліп салдым. Енді тағы да қалған бөлігін қосып, жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сүтті құйып, тағы да араластырып шығамыз. Бізде осындай біркелкі масса пайда болады. Енді оны формамызға бір қасықтан құйып шығатын боламыз. Біз осы кезде пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Енді 180 градуста қызарғанша 30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің кекстарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Жансая.